Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен Абзал строй арнасы. Менің есімім Абзал. Мен өзім осындай стройғы, яғни құрылыс жағында жұмыс жасаймын. Осындай үйдің ішкі отделка жұмыстарын жасаймыз. Жалпы біз көптеген дизайнды, әртүрлі видеоларды, мысалы потолок қаққанда болсын, көптеген видеоларды, көптеген дизайндарды осы ютубтан, инстаграмнан, тиктоктан аламыз. Соған байланысты мен де өзімнің істегенімді, жасаған жұмысымды осы әлеуметтік желіде салып отыруға жөн деп шештім. Сол сияқты ютубтан да арна ашып, мен де өзім істеген жұмыстарымды ютубқа салып жатырмын. Мүмкін мен секілді болмаса үй салып жатқан ағайынға, қазақ бауырларымызға пайдасы тиер деген ниетпен. Бұл өзіміздің үй, өзімнің ағамның үйі, салып жатырмыз. Потологым біттік, сіздерге соны көрсетейін деп шештім. Мүмкін сіздерге де бір пайдасы тиер. Ендеше кеттік, танысайық, көрейік ішін қалай болғанын. Қазір бір ай болды потологым қағып жатқаныма. Қазір көрсетемін. Бұл бізде жалпы 13-14 деген там. Жалпы размері, сыртқы размері. Соны сіздерге көрсетеміз. Бұл бізде мына жер үйдің кіреберіс жері. Үйдің алдыңғы бет жағы. Тура алдымызда осылай барата болады. Келешекте осы жер кіреберіс. Мына жерге төбеге шығатын қылып, осындай не дейді, люк дей ма, сондай қалдырып кеттік. Ішін көрейік. Мына прихожка. Енді айта берейін, енді түсінікті ғой, прихожка деген кіреберіс бөлме. Кіреберіске осындай шаңырақ істедік. Шаңырақтың іші свет жанған кез осындай аппақ болып әдемі болып тұрады. Және біз тек қана потологтың, бүкіл бөлменің потологының лепкасын жағып, черновой чистовой, яғни глад финишін жағып қойдық. Шкурт мен краска жұмыстары қалды. Осындай гипсовый узорлар жапсырдық. Айналдыра. Тек қана потологын сүре бердім деп сөкпеңіздер, өйткені біз қазір бітіп тұрған потологыны сіздерге осы потологын көрсетуге келдім. Жалпы стенасын көремін десеңіздер, стенасы осылай. Тек қана лепкасымен тұр. Бұл прихожка. Кірген кезде шаңырағым құтты болсын деп дегендей ғой. Одан кейін мына жер коридор. Коридордың потологы осындай дизайн болып жасалды. Енді бұның атын білмеймін енді. Атын не деп айтамыз? Интернеттен көрдім, осындай потолок маған ұнады. Және осыны жасадым. Және жиектерінің барлығы осы жердің жиегі осындай гипстен жасалған. Бұл гипстерді жалпы қалпын өзім алып, базардан силиконын сатып алып, осындай қалпын жасап шығарғам. Осыны осы жерге жапсырдым. Әлі біткен жоқ, шкур жасап, боясап, әдемі болып шығады. Осы жердің потолок осындай. Одан кейін бұл коридор. Одан кірген турымызда ас бөлмесі, кухня. Мына жерге кабель жапсап, сондықтан ешқандай лепка ештеңе жаққан жоқпыз. Бұл бөлменің потологы прямой, теп-тегіс қақтық. Ешқандай узор қойған жоқпыз. Ас бөлмесі болғандықтан білмеймін, өзімізге солай ыңғайлы. Солай деп шештік. Әркімге әртүрлі. Бұл душовой. Бұның төбесі декор. Прямой осындай. Спальный. Жатын бөлме. Бұл жақта прямой потологы. Мына жерге тек перделерін орын қалдырып кеттік. Одан кейінгі бөлме.
Мынау мини зал, кіші зал бөлмесі. Бұл да кішігірім қонақ бөлме. Осындай төртбұрыштай қылып бассейн жасап қойдық. Бұның ортасы рамка жасап осындай қылып потолоктың шығарамыз, Құдай қаласа. Бұл жерге осындай перделерін қалдырып кеттік. Айтатын нәрсе, мына перделердің артына обязательно профиль қалдырып жіберіңіздер, ертең пердені ілген кезде мықты болып ұстап тұру үшін, салбырап қалмас үшін. Мен барлығын қалдырып кеттім. Мына жердің потологы өзіме ұнайды, осы жердің потологы. Одан кейін мынау. Мынадан былай холл. Бұл жерде коридор, бірақ бұл жерінде светін қазір жағамыз. Бұл жердің светін мынандай. 9 үй ашығы бар. Мына жерге ертең айна жапсатын болады. Ромбик айналар. Сол кезде жап-жарық болып, әдемі болып тұрады. Мынау холл. Холлдың потологы да бұл жақта классикалық үлгіде, қарапайым. Осындай жасап шығардық. Мына жерлердің барлығында ертең осындай үлгідегі гипспен осындай узор салып, гипстер қойып шыққан әдемі болып шығады. Және бұл жерде де осындай перделердің артын қалдырып кеттік. Осындай қарапайым ғана барлығы гипс ағартынан жасалған. Ешқандай бір алып бара жатқан ештеңесі жоқ. Одан кейінгі бөлме бұл енді зал. Залдың потологы осындай. Бұның да артында осындай перделері бар. Барлығының астына свет қалдырдық. Және мына жерлер гипстен жасалған ою-өрнектер. Осындай узорлап салдық. Біз мына жерде ТВ зона болады. Резеткалар тұр ғой. Осы ТВ зонаға біз мындай гипти мрамор алдырдым. Осындай. Осыны қоямыз. Сосын кейін рейка ретінде қазір көрсетемін. Рейка ретінде мынандай гипстен рейкалар қоямыз. Полиуретанды рейкалар олар қымбат. Мынаны гипспен құйып қойғам. Бұның қалпын да алдырдым Алматыдан. Бұның қалпы мынау. Осыны құйып, жаңағы 3D панелдің, жоқ, жаңағы гипке мрамордың артқы бет жағында тұратын болады. Осы рейка. Мына стенаны алып, және мына гипке мрамор стенадан бері шығып тұрады, артында осындай подсветка жанып тұрады. Енді примерно типа осындай шығарамыз. Жалпы үйдің потологы ұнады ма сіздерге? Егер ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау болар еді. Сіздер тараптан арнаны қолдап, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер ағайын. Мынандай гипсовый узорларды жалпы мен өзім үйден құямын. Қазір көрсетемін ол қалай құйылатынын. Осындай менде силиконовый қалыптар бар. Мынау силиконовый қалып. Міне осындай силиконовый қалыптар бар. Кожуха дейді, мына гипстен жасалған. Мынаны жасап, ішінен осындай гипсті узорлар шығады. Бұларды ертең есікке қоямыз. Мына жаңағы потолокта тұрған узорлар сразу осы жерден құйып, жаңағы потолокқа жабыстырдым.
Және мына гипсті де бұның қалпын үйге апарып қойғам. Бұның қалпын да осы жерден құйып, сразу осы жерден жапсырдық. Осында узорлардан сарып жапсырдық. Бұларға да енді ұшқырқы беріп, бояу жұмыстары ғана қалды. Залозный дизайн жасадық. Бұның потолоктың дизайнын жалпы осыған қарап жасадым. Ұқсайды ма? Көріңіздер салыстырып. Егер ұнаса, ұқсаса, лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Бүкіл комментарийлерді оқимын. Бәріне жауап беремін. Және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау болар еді. Арнаға тіркелсеңіздер. Өйткені біз алдағы уақытта осы үйдің стенасына осы үйдің полы бар, есігі бар. Барлығын түсіретін боламын. Мүмкін сізге тағы бір пайдалы видео болып қалар. Тіркеліп кетсеңіз, қалт жібермейсіз.